Сәлеметсіздер ме балалар? Жаяу жүргіншілерге арналған жол қозғалыстың 7 ережесімен бүгін танысатын боламыз. Ең алдымен, жаяу жүргіншілерге арналған зебра жолымен ғана жолдан өту керек. Жолдан өту үшін жүргізуші сені байқап, тоқтағаны көз жеткіз. Жолға жүгіріп, ешқашанда шықпа. Жолға жақындағанда жан-жағыңа қара. Бірінші солға, орта жолға келгенде оңға көз сал. Жол жиегімен емес, тротуармен жүр. Жол бойында немесе тротуарда ойнама. Біреу ойнап жатса, ескерт. Ата-анаң қасыңда болмаса, басқа жаяу жүргіншілермен бірге өт. Бағдаршамның жасыл түсіне ғана өту керек. Қызыл түс жанғанда жолды кесіп өтуге болмайды. Тіпті машиналар көрсе де. Есте сақтаңыздар, жолда үнемі сақ болыңыздар. Хош, сау болыңыздар балалар.